Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Нұрбекова Гүлнар Әмірешқызы, Тараз қаласы номері 47 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Бүгін 5 сыныптармен өтетін әдебиет сабағындағы тақырыбым Марат Қабанбай «Бауыр әңгімесі. Шынайы өмір». Сабақтың оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары 5-2-1-1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулері мен қарама-қарсы суреттеулерді табу. Екінші сабақтың мақсаты барлық оқушылар бауыр әңгімесіндегі екі нәрсені салыстыра талдайды, шығармаға кейіпкер қасиеттерін ашып жазады. Көпшілігі әдеби шығармада екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табады. Кейбір сыныптағы оқушылар әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табады. Ұйымдастыру кезеңі бойынша жағымды психологиялық ахуал ұйымдастырамын. Бұл жерде оқушыларда шаттық шеңбер жасап, бір-біріне тұрып, тілектерін айтып, көңіл-күйлерін көтеру үшін әрекет жасалынады. Екінші, қызығушылығын ояту. Бұл жерде не болды әдісі арқылы суреттермен көрсетіліп, солмен жұмыс жасалады. Оқушылардың суретте не болып жатқанын және түсіндіріп берулері сұралады. Бұл жерде А, Ә, Б үш түрлі сурет беріледі. Сол бойынша оқушылар суретке қарап отырып, өз ойларын ортаға салады. Одан кейін барып жетекші сұрақтар қойылады. Бұл жерде бауыр деген кім? Бауыр мен достың айырмашылығы қандай? Ағасы бардың, жағасы бар деген сөздерді көрсете отырып, сұрақтар қоя отырып, осы берілген тапсырма бойынша оқушылардың ойлары тыңдалынады. Одан кейін барып оқушыларға бір шумақ өлең оқып беремін. Бауыр деген досың, бауыр деген сүйенішің, бауыр деген ақылшың, бауыр деген қорғанышың, бауыр сенің ағайының, бауыр деген өміріңнің бір бөлігі деп осындай бауыр туралы бір шумақ өлең оқып болғаннан кейін оқушыларға тапсырма беремін. Оқушылар бауырың, дос, сүйеніш, ақылшы, қорғаншы, ағайын өмірінің бар бөлігі екеніне дәлелдеме келтіре отырып, өз ойларын дәптерге жазады. Сабақтың тақырыбы мен мақсаты айқындалады. Ол сабақтың ортасы болады. Ол жерде мағынаны тану, жүзіп шығу әдісі арқылы мәтін мазмұнын еске түсіру үшін оқушыларға сұрақтар қойылады. Бұл жерде 8 сұрақ қойылады. Біріншісі, әңгіменің кейіпкері